Әзірет Хамза мұсылмандар қатарында. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уәссәлям елшілік міндеті берілгелі де 6 жыл өткен. Мүшриктер бәз баяғы тайталас текетіресін тоқтатпаған, өмір алға жылжи берген. Ислам, иман ақиқаты құлақтан құлаққа жетіп, мұсылмандар қатары толыса түскен. Пұтқа табынушылар жеңіліске ұшыраған сайын түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылған. Қулық, сұмдықтары нәтижесіз қалып, өңдері қуарып, үмітсіздіктен қалжыраған. Батырлығымен Мекке өңірінде аты шыққан Әзірет Хамзаның иманға келуі мүшриктерді де қажыта түскен. Пайғамбардың әкесінің інісі әрі емшектес бауыры Әзірет Хамза әділетсіздікке жаны төзбейтін адалдықтың жақтаушысы еді. Құрайш оны батырлығы, батылдығы үшін дәріптейтін. Құдайдың құдіретінің шексіздігі сол, кімнің қалай иманға келері бір Аллаға ғана аян. Әзірет Хамзаның мұсылмандықты мойындауы да кенеттен болды. Бір күні ол сүйікті ісінен аңнан қайтып келе жатады. Қаланың кіреберісінде алдынан Абдулла ибн Жуданның күңі ұшырасып: «Ей Умараның әкесі Хамза, қуанып келеді екенсің, көтеріңкі көңіліңді бұзғымақ келмей тұрғаны, бірақ көргенімді айтпасам да жаным жай таппас. Ана жерде бауырың Мұхаммедке Әбу Жахил мен жолдастарының айтпағаны қалмады. Сөзбен түйреп жібере салса, бір сары қой жұдырықтап та жіберді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәлям үнсіз қала берді», деді. Әзірет Хамзаның қабағы түйіліп кетті. «Осы айтқандарыңды өз көзіңмен көрдің бе? Әлде пәленшеден, түгеншеден естігендерің бе?» деп сұрады. «Өзім көрдім, әрине», деген жауаптан соң Әзірет Хамза ашуға булығып қағбаға қарай беттейді. Әбу Жахилдің бір топ достарымен бірге әңгіме дүкенінің үстінен түскен ол бір ауыз сөзге келместен Әбу Жахилді көздеп садағын тартып кеп қалады. Басы жарылып, қанға бөккен Әбу Жахилдің жағасына жармасып: «Сен неңе сеніп қоқаңдап жүрсің? Менің бауырымды балағаттап боқтаған сен ғой. Айт, тез, жаныңның барында. Мына мен де соның дініндемін. Ал әйтпесе, мықты болсаң, енді маған көрсет күшіңді», деп жұлқылады. Әбу Жахил қорықса да өзін қорғаштап: «Өзі ғой бізді ақымақ санап пұттарға тіл тигізген, аталар дінін сатып, қайдағы жоқты шығарып, елді арбап жүрген соң», деді. Хамза тістенген күйі: «Ақылсыз демей не десін? Алладан басқада бар нәрсені тәңір санайсыңдар. Мына мен де Алладан өзге жаратушының жоқтығына, Мұхаммедте оның елшісі екендігіне куәмін», деп айтып салды. Мүшриктер Әзірет Хамзаға қарсы шығуға батылы жетпей, дымдарын ішіне бүкті. Әбу Жахил ғана Мұхаммедті саллаллаху алейхи уәссәлям балағаттағаным рас, осы соққыны өзім тілеп алдым, деп кінәсін мойындады мырыңдап. Өзі де ойламаған жерден иман айтып, исламға аяқ астынан кірген Әзірет Хамза үйіне келген соң болған жайды көз алдынан өткеріп аң-таң. Шүбәлі ой санасын ектеп, шайтанның уәсуасына бой алдырды. «Сен ғой Құрайштың аузын айға білеген мықты едің. Дінінен шыққан Мұхаммедті саллаллаху алейхи уәссәлям жақтап сонша не қылғаның, осының дұрыс па енді?» Күмәндік пікірден арыла алмаған Әзірет Хамза лезде қағбаның жанына қалай жетіп барғанын өзі де аңдамай қалады. Көкке қол жайып дұға жасай бастайды. «Ей баршаны өзіне телмірткен құдірет, егер ұстанған бағытым дұрыс болса, жүрегіммен сезінуді жазғайсың. Миымды шырмауықтай шырмаған шайтанның түртпегі болса, одан жылдам құтқарғайсың», деді
ол жалбарынып. Ертеңіне таңертең ардақты пайғамбарымызға барып, басынан кешкендерін тәпіштеп айтып береді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам исламның әсемдігін айтып насихаттайды. Шын ықыласпен баяндалған насихатқа ден қойған Әзірет Хамза: сенің турашылдығыңа тәнті болдым. Дініңнің хақтығына тіліңнің тәттілігімен үлестіре білдің. Айта түс. Бауырым, өсиетің тамыр-тамырымды қуалап, қайта тірілгендей әсер алдым, деді. Хамза сынды көпшілік қадірлейтін тұлғаның мұсылмандыққа бас июі Әзірет Мұхаммед пен мұсылмандарға қуаныш сыйласа, мүшриктердің қаупін арттыра түсті. Қаныпезерлер жаңа мұсылман Хамзадан именіп, Расуллаға бұрынғыдай қиянат жасай алмайтын болды. Иман нұры шар тарапқа жарық шашып, саналар сәулеленіп, Құран дәрістері көбейіп, мүшриктер шындап шошына бастады. Әзірет Хамзаның да кездейсоқ оқиғаның әсерімен мұсылмандар жағына өтіп кетуі пұтты дәріптеушілерді жанынан айырылған бақсыдай есеңгіретіп кетті. Бір күні Құрайш мүшриктерінің басшысы Утба ибн Рабиға сөз тыңдайтындарын жинап алып: ей Құрайштар, Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассалам оңаша кездесіп сөйлессем қалай болар екен? Ұсыныстарымды ашық айтармын, бәлкім ол қабыл етер. Оның да кейбір тілектерін орындасақ, ойланып уағызынан бас кешер, деп пікір айтты. Шаралары таусылған Құрайш кеңесі мұны да сынап көруге бел байлады. Көппен ақылдасқан Утба Қағбада Харам мешітінде отырған Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жанына барып сөзін былайша сабақтады: ей бауырым Мұхаммед, сен біздің арамызда тектілігіңмен ерекшеленесің. Оған таласымыз жоқ. Мәртебең биік, мерейің үстем екендігіне ешбір шек келтірмейді. Бірақ солай бола тұра, қауымыңның басына бәлелі іс таптың. Істеген ісіңмен сүттей ұйып отырған бірлігімізді бұзып, ақылсыз деп шығардың. Халқыңның ғасырлардан жалғасып тауып келе жатқан тәңірісін, нанымын жоққа шығардың. Ата-бабаларыңды күпірлік батпағында деп айыптадың. Сөзіме құлақ асар болсаң, жанашыр ниетпен айтарым бар. Ұсыныстарымды жақсылап тыңда, бәлкім көңіліңе жағатыны болар. Сүйікті пайғамбарымыз: құлағым сенде, айта бер, ей Уәлидтің әкесі, деді. Утба сол рұқсатты күтіп тұрған тізе жөнелді. Егер сенің мақсатың баю болса, бәріміз жабылып, дүние мүлкімізбен үлес айырып берейік. Ең дәулеттіміз сен ақ бол. Ал егер сый-сияпат іздеп жүрген болсаң, сені басшы тағайындайық. Неге ұшырағаныңды түсінбей жүрген болсаң, шошынған шығарсың, бойыңды үрей жайлаған шығар. Тәуіпке көрсетіп емдетейік. Жын-шайтанның уысына беріп қарап отыра алмаспыз. Шығыныңды көп болып өзіміз көтерейік, деп сөзін аяқтады. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: тағы айтарың бар ма? деп сұрады. Жоқ, деді Утба. Олай болса, енді сен мені тыңда, деп Расулла Фусилат сүресін 1-36 аяттарын барынша мақамдап оқи жөнелді. Хамим бұл Рахман, Рахим. Алладан бірте-бірте түсірілген кітап. Бұл ілімнің жөн-жосығын жақсы білетін әрбір қауым үшін аяттары ашық баяндалған, жүйелі түрде тізілген,
таза да көркем араб тілінде оқылатын кітап. Сондай-ақ ол ескертуші ретінде түсірілген кітап. Алайда олардың дені одан сырт айналуда, әрі оған мүлдем құлақ аспауда. Сүрені сәжде аятына дейін оқып, сәждеге жығылған соң, пайғамбарымыз Утбаға қарап: «Оқығандарымды мұқият тыңдаған болсаң, арғы жағын ішің білсін», деді. Құранның әуезділігі, мағынасының тереңдігі Утбаға төбесінен жай түскендей әсер етіп, жүзі нұрланып сала берді. Расуланың қасынан шығып, Қағбаға қарай аяңдағанда, оны тағатсыздана тосып тұрғандар өңіндегі өзгерісті сезбей қалмады. «Анаған қараңдар, бір түрлі жүзінен нұр толып құлпырып кетіпті», деп шуласты. Іштері бір бәленің болғанын сезсе де, жамандыққа жоруға асықпай өзінің келуін күтті. Утба жолдастарына жақын келіп: «Уа жарандар, мен өмірімде естімеген керемет бір кәламға куә болдым. Мені тыңдасаңдар, Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам қудалауды доғарыңдар. Оның оқығандары өлең демес, сәуегейдің сөзінен де, сиқыршының арбауынан да ұқсамайды. Мүлде бөтен ғаламат әуен. Ант ішіп айтамын, оның айтқандары тылсымға толы. Аңдамай, амалдап қателікке ұрынып жүрмейік. Бізден басқа арабтар бар ғой, соларақ із кессін. Егер арабтардан басым түссе, оның жеңісі сіз бен біздің жеңісіміз болады емес пе? Соның арқасында бағымыз ашылып, құрметке бөленуіміз де ғажап емес», деді. Утбаның жаңалығы Құрайыштарға ұнаған жоқ. «Сен де дуаланып, сиқырға елтіп қалыпсың ғой, сенгеніміз сен болсаң», деп қолдарын бір-ақ сілтеді. Утба да сөзін тыңдата алмағаннан кейін: «Ендеше өздерің біліңдер, менен жауапкершілік кетті», дейді. Мүшриктер жығылған үстіне жұдырық жеп, исламның ғаламдық ақиқаты алдында дәрмендері түгесілді. Ойластырған қулықтары айналып маңдайларына таяқ боп тиді. Өйткені Алла тағаланың «Мен кәпірлер мен мүшриктер қаламаса да нұрымды тәмамдаймын» деген анты барды.